Сәлем достар, сіздермен бірге BI Академи және мен Мейірбан. Дифференциалдық теңдеулер курсымыздың бүгінгі тақырыбы толық дифференциалдық теңдеулер. Толық дифференциалдық теңдеулерді мен алдымен берілгенін экранда көрсетілгендей етіп жазып алдым. Бірінші кезекте бізде dx бойынша берілген функцияны тета m бөлінген тета y деп алып, осыдан y бойынша туындаламыз. Ал y бойынша берілген функцияны тета n бөлінген тета x деп алып, x бойынша туындысын алатын боламыз. Келесі кезекте бірінші бізде тета m бөлінген тета y-ті y бойынша туындысын алған кезде бізде минус 18 x квадрат бөлінген y шығады. Ал y функциясынан x бойынша туындалған кезде бізде тағы тура осылай минус 18 x квадрат y шығатын болады. Толық дифференциалдық теңдеулердің негізгі шарттарының бірі, яғни есептің оңтайлы тұсын білу, бізде тета m бөлінген тета y тета n бөлінген тета x бір-біріне тең болған жағдайда біздің есебіміз оңтайлы түрде шығатын болады. Яғни бізде экранда көрсетілгендей екі функциямыздың шешімдері тең болды. Келесі кезекте біз шығару үшін бізде берілген мына dx бойынша функцияның алғашқы функциясын табамыз. Яғни x бойынша алғашқы функциясын табамыз. Осының алғашқы функциясы бізде шығады x квадрат минус 3x куб y квадрат плюс интегралды тапқан кезде плюсті деп жазамыз, бірақ біз y деп жазсақ. Келесі кезекте біз осы тапқан алғашқы функциямыздан туынды алатын боламыз. Y бойынша туынды алатын боламыз. Сол кезде бізде болады берілген ұпай жазып аламыз. Келесі кезекте осы функциядан туындысын табатын боламыз. Y квадрат плюс 5 y бойынша туынды. Осы кезде бізде шығады 6x куб y плюс міне y бойынша туындысын тапқаннан кейін астына осы y бойынша тапқан туындымызды жазатын боламыз. Келесі кезекте біз мынау y бойынша функцияны осыған әкеліп теңестіретін боламыз. Сол кезде бізде экранда көрсетілгендей 6x куб y пен 6x куб y-іміз қысқарып кететін болады. Бізде сол кезде x y-дің туындысы тең болады
4 y кубқа. Бізде фиат y-ның туындысы 4y кубқа тең болды. Осы кезде бастапқыда әкелген x бойынша тапқан алғашқы функциямызда фиат y-ның өзі керек болады. Ал бізде мына жерде только ғана туындысы тұр. Сол себепті біз фиат y-ның алғашқы функциясын табатын боламыз. Бізде фиат y-ның алғашқы функциясы y-ның 4 дәрежесі с болады. Енді фиат y-ның туындысын тапқаннан, алғашқы функциясын тапқаннан кейін келесі кезекте бастапқы тапқанға келіп орнына қоятын боламыз. Сол кезде бізде болады квадрат минус Міне достар, бізде толық дифференциалдық теңдеуіміздің шешімі осы жауап болады. Келесі кезекте бізде толық дифференциалдық теңдеуіміздің жауапты шешімдерін осылай табатын боламыз.